Менде давление жоғары, соған қандай ем қолдансам болады деп сұрап жатады. Давление деген түсініп алайық. Біріншіден, ол қан қысымы көбінесе көтеріліп жатады, соларға қатысты сұрап жатады ғой. Давление деген біріншіден ол ешқандай да ауру емес, ол наоборот бір аурудың салдары. Мысалы, бүйректен болуы мүмкін, жүректен болуы мүмкін, қан қоюлықтан болуы мүмкін, әртүрлі себептер болады. Енді сол себептердің салдарынан осы қан қысымы жоғарылап кетіп жатады. Енді біз себебімен күрескеніміз дұрыс. Нақты диагноз қою үшін түрлі анализдер тапсыру арқылы нақты маманына барып, содан кейін ғана ем қабылдағандарыңыз дұрыс. Ал егер дәл сол сәтте шара қабылдағыңыз келсе, салдарымен болсын күрескіңіз келсе, сол сәтте болатын болса, онда міне чесноктың сарымсақ дейді қазақша. Олай үшке бүйтіп 3 рет турап аламыз, осындай қылып. Және де осы туралғанды мынау лимонның мына 4-тен 1 бөлігін аласыздар, және де осы үшеуін аласыздар да бір пиалай шайға, я болмаса бір стаканға ыстық су құйып, демдеп ішіп отырасыздар. Сондай кезде давление жаймендеп қалыпқа түсе бастайды. Осы емді қолданып көріңіздер. Бұл біршама адамға өз пайдасын берген, рахметін айтып жатқандар көп.